16-шы түн. Ей бақытты ұлы патшам. 3-ші соқыр қызға қарап, тауға шықтым да, елсіз қалсам да, есен шыққаныма шүкірлік еттім. Атты сурет тұрған жердегі бір үңгірге кіріп ұйықтадым. Түсімде біреу келіп, тұр балам, қайғырма, жатқан жеріңді қаз, саған 3 оқты бір садақ кездеседі. Соны ал да, атта тұрған суретті құбыла жағына шығып ат. Сонда аттан сурет шығылады. Суретті оқпен түртсең, ол домалап суға түсіп кетеді. Садақты алған жеріңе қайта қойсаң, су тасып тауға шығады. Ғайыптан қайықты кісі келіп, қасыңа тұрса керек. Сен қайыққа отыр да жүре бер. Ол өз қалаңа апарып тастайды. Сонда барлық керегіңді табасың. Қайықта отырғанда еліңе жеткенше Құдайдың атын аузыңа алма. Егер Құдай десең, суға батырып жібереді. Мен түсімде көргенімнің бәрін істедім. Қайыққа отырып 10 күн жүріп бір аралға жақындадым. Арал дегенім жазық бір сахара болып шықты. Жерді көргеннен қуанып, Құдайға шүкір, шүкір деп салғанымды өзім сезбей қалыппын. Қайықшы суға атып ұрды да жоқ болды. Мен малтып отырып шетке шықтым. Ренжіп жиекте бірнеше күн жүрдім. Бір күні бір кеме келді. Онан түсі суық бір адамдар шығып, мен отырған жерге қарай келе бастады. Олардан қорқып ағаштың басына шықтым. Олар бір жерді қазды да қақпақ тасты көтерді. Ар жағында есік бар сияқты. Кіріп кетті. Онан түрлі жемістер, тамақ алып, қайтадан кемесіне мініп кетіп қалды. Олар кеткен соң мен де есікті ашып ішіне кірсем, жер астында салынған сарай бар екен. Ішінде неше түрлі ас, жеміс пісіп тұр. Ішін тамашалап қыдырып жүріп, бір жабулы есікке кездестім. Оны ашсам, тағы бір бақша. Сөйтіп, бірінен біріне есік шыққан 33 бақшаны қыдырып, бір есікті ашқанда байлаулы тұрған атты көрдім. Қуанып үстіне міне бергенімде көкке көтеріліп ұша жөнелді. Бір үйдің төбесіне келіп мені тастап жіберді де, құйрығын желпілдегенде бір қылы көзіме тиіп, көзімді шығарып кетті. Мен содан бері сахараны кезіп, осы қалаға кездестім. Моншаға түсіп, сақалымды алдырып, Бағдатты аралап жүріп, мына соқырларға кездестім. Үшеуміз бірігіп, халифаға барамыз деп осы сарайға кірдік. Әңгіме осы, деді соқыр. Қыз қолын босаттырды. Сөйтті де 3 саудагерге қарап, сіздерде қандай сыр бар, деді. Жағыппар уәзір орнынан тұрып, біз Табарстаннан келген саудагер едік. Бір досың үйінде қонақ болып, қайтарда адастық. Қонып шыққалы қораңызға кірдік. Біздің осыдан басқа ешбір сырымыз жоқ, деді. Қыз Жақпардың сөзіне қанағаттанып, байлаулы қолын босатып, барлығын қорадан шығарып қоя берді. Таң ата халифа таққа отырып, 3 соқыр, 3 қыз, 2 итті ордаға шақырып алды. Сіздер түнде біздің басымыздағы өлімді мына 3 соқырдың құрметі үшін кешірдіңіздер. Мен Бағдаттың патшасы Харрон Рашид болам. Түнде 3 соқырдың әңгімесін тыңдадық. Енді өтірік қоспай 3 қыз сырларыңды айтыңдар. Егер әңгімелеріңіз бізге ұнаса, сіздер де жазадан құтыласыздар, деді. Тақсыр, бізде де сыр көп. Алдыңызда айталық, деді қыздар. Осыған жетіп Шахризада көз шырымын алды. 17-ші түн. Басшы қыздың әңгімесі. Ей ұлы бақытты патшам, деді басшы қыз. Харрон Рашидтің алдында бас иіп, тәж етіп, жүзі әлденеше құбылып, дауысы су кеткен сыбызғының тіліндей шырылдап. Тақсыр, менің кісі таңырқарлық әңгімем бар. Естігендер қалай таңырқамасын. Мына тұрған 2 қара ит, бір ата, бір анадан туған сіңілілерім болады. Мен бұлардың жасы үлкен, апасы едім. Ей мүсәпірлерім, қор болған ғаріптер, деді көз жасын орамалмен сүртіп. Әкем байғұс бір кісідей ақ дүниенің тезегін терген кісі еді. Ұлы бардың өзі бар, қызы бардың ізі бар. Әкеміз өлгенде артында 3-еуміз қалдық. Түстік өмірің болса, кештік мал жей деген емес пе? Байғұстың жиғанынан 5.000 қызыл алтын қалды. Бас кеткен соң не болмақ? 3 қыз 5-10 күн жылап, сықтап, отырысқан болып, 2 сіңілім ерге шықты. Тиісті сыбағаларын ақшадай бөліп ала кетті.
Жасым үлкен де болса белгілі біреуге жіп таға алмай қара орында бағып мен қала бердім. Бұл байғұстарға екі қара итті көз қиығымен атып қай бір салдарлы кісі жолыққан. Екеуі де бір дәлдүңдеу жігіттер екен. Қолына қомақты дүние түскен соң сіңілілерімді ертіп сауда қыламыз деп қала кесіп кетіп қалды. Сол кеткеннен ізім қайым 4 жыл хабар ошарсыз жоғалды. Бір күні екі сіңілім іліп алар киімі жоқ, азып тозып қайтып келді. Адам таңырқарлық сиқы жоқ, зорға танытым. Дүниелерің қайда? Күйеулерің қайда? Күйеу құрсын. Барымызды ішіп жеп, маңғыт, аузыңа саңғыт деп тартып отырды. Көрмеген азап жоқ, қайыр сұрағандай болып қалаға жеттік деп екеуі жылады. Жайларын білген соң мені біраз ашуда кернеді. Қанша ренжігенмен өз қолын кісі өзі кесеме. Апарып моншаға түсірдім. Бастан аяқ киіндіріп, ойнатып, күлдіріп, еркелетіп күте бердім. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны аласың деген емес пе? Ата кәсібі деп сауданы жүргізіп, еншіме тиген дүниені там-тұмдап өсірумен келіп едім. Осыдан сендерден қызғанатыным жоқ. Ішіп, киіп, рахаттаныңдар дедім сіңілдеріме. Бірлесіп 1 жыл тұрдық. Есін жиып жілігіне май жүгіргендей болды. Байқаймын, байсыз тұра алатын емес. Сырт тартқалы сыпайылап сұрап едім. Апатай, несін жасырайық? Тізе құшақтап өткен күні құрысын. Бой жеткен кісі ерсіз қалай тұра алады? Сіз ренжімесеңіз, біреуге бас қосқымыз келеді, деді. Қарақтарым, дедім. Сол құрғырдан кісі өлетін болса, менің сүйегімнің ендігі қорап қалатын уақыты болды. Аузы күйген үрлеп шеді деп, енді күйеуді қоя тұрсаңдар қайтеді? Айналайын апажанай, шыдау деген қиын екен. Шегірткеден қорыққан егін екпес деп, алғашқы бас қосқанымыз жаман болды деп, тіземізді құшақтап қалай өтеміз? Болмайды апа, деп ботадай бостады. Амал жоқ. Қайтадан енші беріп, тағы да күйеуге бердім. Мен бұлардың ерінің атын атамай ақ қояйын. Әйтеуір там-тұмдап менен дүние алып тұруы үзілмеді. 1 жылдан кейін бөліп берген дүниелері таусылып, байлары қашып кетіп, сабылып қайта келді. Амалым қанша? Баяғы қалпыммен қайтып келгіш қашаған байлығыздар атандырып баға бердім. 1 жыл өткен соң көп дүние арттырып, Басыра қаласына сауда қылғалы шықтым. Сендер де мен келгенше үйді бағыңдар деп тапсырдым. Бұлар, апажан, сенен айырылып, сағат тұрарлық сабырымыз жоқ. Бізді де өзіңмен бірге ала кет деп қиқылдап қоймады. Бауыр деген қандай, сөздерін қимадым. Өзіммен бірге ала кеттім. Кемемен көк теңізді кешіп келе жатырмыз. Күн судан шығып, суға батқандай болады. Әрине бұл заманның кемесінен жол жүру, инемен құдық қазғандай, таспақа мініп тауға шыққандай, арқан бойы жер жүргенде күн түнетіп, түн болады. Бозарып таң ата береді. Бір түні кемеші сезбей қалып, кеме адасты. Адасқан бойымен лағып кете бердік. Бірнеше күндер өттіп, жиектегі қалаға жеттік. Бұрын мұндай қаланы ешкім көрмеген екен. Бұл қай қала деп кемешіден сұрадым. Өмірім теңізді кешумен өтті, бірақ мұндай қаланы көрген емеспін, деді ол. Сауда қылған жан жалаңдап, жанды қояма. Ал шығыңдар, малды шығарып сата бастайық деп. Отырған кісілер өре түрегелді. Сатсаңдар сатыңдар, деді кемеш. Егер алушы болмаса 2 күн тұрып қайта жолға шығармыз. Кемеші өзі қалаға кетті. Бір кезде ентігіп қайтып келді де, пірәдалар жүріңдер, Құдайдың құдіретін көріңдер, деді кемеш. Біз қалаға тұра жөнелдік. Барсақ қаланың іші сіресіп қатып қалған қара тас. Адамы да, малы да, иті де, мысығы да тұрған күйі қатып қалыпты. Жандыдан басқа алтын, күміс, шұға, жібек, барлық мүлкі сол күйінде қалыпты. Оны көрген соң қызыл көрген қарғадай бет-бетмен жұрт тас болған қаланы көшесін кесіп кетті. Мен де қыдырып патшасы тұрған ордасына келдім. Ішіне кірсем, көрерге көз шыдарлық емес. Аяқ табағы, кесе шәйнегі, ожау қасығы сап алтыннан істеліпті. Патша алтын тақтың үстінде, екі жағында 2 уәзірі. Есік алды самсаған сарбазы, сақалы бетіне түскен молдасы таспиғын тартқан бойы тас болып қалыпты. Үй күндіз түні жарық,
үй ортасында орнатқан шам шырақ, тастар жарқырап жайнап тұр. Ары қарай қыдырып патшалардың әйелі тұратын сарайына келдім. Патшаның қызын көрдім. Кигені атлас, қамқа, шәйі, жібек, белінде алтын шытырмақты белбеу, басында гауһар таққан тәжі бар. Барлық кигендерін зат күйінде қалып, денелері қара тас болыпты. Аралап жүріп бір есік таптым. Ашып жіберіп есігіне қарасам, неше түрлі жібек кілем төсеп тастапты. Аралап жүріп түрлі суреттегі жыртқыш шаңдарға кездестім. Тас болып қалса да, денем түршігіп қорқайын дедім. Күн кеш болды. Ордадан шығайын деп едім, жол таба алмай қалдым. Сандалып барып бір жеріне отырдым. Түн ортасы ауа бір адамның жөтелген дауысы келіп, артынан сампылдап оқыған Құранның аяттары естілді. Орнымнан тұрдым да үн шыққан жерге бардым. Бір мешіт. Жарқыраған шамдар асулы тұр. Жібектен тоқылған зерлі жайнамаздар жаюлы жатыр. Бір жігіт Құранды жайып қойып, саулатып оқып отыр. Жігіттің несін айтасың? Ондай жігітті күн сәулесі түсетін жерде түгел кезсең де кездестіре алмассың. Ақ маңдайлы, алаңдай, қасы татқан қаламдай, ай мен күннен аралас қосып соққан адамдай. Мен жігіттің жанына барып сәлем бердім. Сәлемімді әлейке деп алды. Мен, рұқсат болса сізден сұрайтын сауалым бар еді дедім. Сұраңыз деді ол жігіт. Осы Құранды шыныңызбен оқып отырсыз ба дедім. Жігіт күлді. Сіз осы жерге қалай келдіңіз деді жігіт таңырқап. Мен қалай келгенімізді, қайдан келгенімізді сөйледім. Құранды жапты да қасына отыруға ұсынды. Жігіттің ұлпадай жұмсақ қылығы мені еліктірді. Оның көзіме түскен мөлдіреген қара көзі жүрегіме найзадай қадалды. Махаббат деген мен үшін кілсіз сандық сияқты еді. Тап сол жерде құлыбы ашылғандай болды. Жаным, әңгімеңді айтшы дедім. Балқытқан қорғасындай босаған бойымды жия алмай.